Қонақпыз ғой бұл өмірге, сен де біз. Қайт оралар топырақпыз, жерге біз. Тәңір ием тек уақытша жаратқан, ғұмырымыз гүлден әлсіз пендеміз. Таң атқан соң кеште қатар бататын. Бірі күліп, бірі жылап жататын. Өмір деген кәрі керуен осындай, жауабы жоқ, жұмбақ таң ататын. Сағымдаймыз осынау құла түзде. Уақытша қыз көктем мен жаз қоңыр күзде. Көзден ғайып боларымыз болмағандай, еріп кетер мұздардай мына бізде. Иә, қаламасақ та мойындағымыз келмесе де, өмір заңына бағынбасқа шара жоқ. Сол шарасыздық әуретімізге түскен қайғы өмірдің жалғандығын ұқтырды. Асқар тауымыздан айырылып, жанарымызды жас жуып, қайғырумен уақыт зымырап өтіп жатыр. Міне, күндер жылға ұласты. Сол өзгеріссіз өтіп жатқан тірлік күйбең өмір. Тек сіз жоқсыз бұл ғаламда. Ойсырап қалған орныңыздың енді қайтып толмайтыны жанымызға қаяу салады. Көңілге қаяу түсірген қиын кез мұңды. Жадырап күннің тұрмасын мәңгі сездірді. Жақсы деп қалай айтамыз ауыз толтырып, әкеден бізді айырған қатал мезгілді. Өткен жылдың аяғы, жаңа жыл қарсаңында жұртшылық әдеттегідей мерекелі көңіл күйде болса, ал біз әкеміздің аяқ асты инсульт соғып, төсек тартып қалғанына қапыланып отырдық. Десе де келер жылдан ғажайып күтіп тек жақсылықты үміт еткен едік. Өкінішке орай, әкеміздің жаңа жылды соңғы рет қарсы алып тұрғанын білмедік. Ол 2022 жылдың 2 қаңтарында мәңгілікке көз жұмды. Әкеміз Сапашев Теміртас Мажитұлының осынау өмір жолында өнегелі ғұмыр кешіп, артына өшпес із қалдырғанына тарих, естеліктер куә. Тарқатып айтар болсақ, ол 1951 жылдың 5 қазанында Атырау облысы Исатай ауданы Заборын ауылында дүниеге келген. Әкесі Мажит 55 жылдай білім саласында еңбек етіп, ұзақ жыл мектеп директор болған. Ал анасы Ақмәдет үй шаруашылығымен айналысқан. Отбасында 6 ұл, 3 қыз болса, Теміртас ұлдың үлкені. Сондықтан да болар, әжесі оны көбірек жанына жақын тартты, бауырына басты. Ол ішіндегі ересегі болса да, әжесі оның еркелігін естелік, тентектігін тектілікке санайтын. Немересіне үміт артатын. Расында да, жас балғын әз әжесінің рухани әңгімелерін, ақ батасын, өсиет насихатын естіп, жастайынан бойына тоқып өсті. Әкесі мен анасының да берген тәлімі жарқын болашағының кепілі бола білді. Көктем келісімен Мәжит атамыз үйден азанда шығып, жұмысы басталғанша Каспий теңізінен күн сайын 2 түйеге толтырып балық шаншып алып келеді екен. Сол себепті ол жер Мәжит жыра аталып кеткен. Мұның бәрі үйіндегі үйемелі-сүйемелі 9 баланың қамы үшін. Оның өр мінезі мен жігерлігі, адамгершілігі, ұстаздық ұлағаты, ұл қыздарына да дарып, әке аманатына қылау түсірмеді. Әкеміз Теміртаста мамандық таңдап, жар сүйіп ұрпақ өсірді. Еліне, халқына, қоғамға еңбек етіп, тер төкті. Ол 1967 жылы Махамбет атындағы орта мектеп-интернатты бітірген соң номер 13 кәсіптік училищеге оқуға түсті. Сорғы қондырғыларының машинесі мамандығын алып шыққаннан кейін 1969 жылы Гурьев мұнай айдау зауытына қызметке орналасты. 1 жылдан соң кеңес әскер қатарына шақырылып, 2 жыл отандық міндетін ойдағыдай атқарды. Елге оралған соң бірнеше жерде жұмыс істеді.
Кейін 1977 жылы Қаратон кен орнына қызметке орналасып, оқу орнында алған теориялық білімін тәжірибе жүзінде іске асырудың орайы келді. Ер дәулеті еңбек деген тәмсілді жадына түйген жас маман өз ісіне құлшына кірісті. Бұл кезең мұнайлы өңірде жаңа кен алаңдарының ашылып жатқан кез тұғын. Жер қойнауында бұғып жатқан байлықтың көзін табу оңай емес. Сапашев теміртастың, тұңғиықтың тылсым сырларын ақтарып, сол арқылы терең қойнаулардағы қазынаны ел игілігіне ұсыну жолында атқарған еңбегі ұшан теңіз. Осынау еңбек еткен жылдар белесінде көптеген мадақтаулар мен еңбек озаты атағына ие болды. 1995 жылы Теңізшевройл компаниясына ауысты. Мұнай саласындағы 18 жылдық тәжірибесі кәдесіне асып, Қазақстандағы маңдайалды кәсіпорында өз біліктілігін көрсетті. Шетелдік мамандармен тәжірибе алмасып, көптеген қиын да күрделі кәсіптің қыр-сырына терең бойлай түсті. Ол қызметтестерінің арасында беделді, кім-кіммен де тез табыса білетін, уәдеге берік дос, айналасындағыларды кішіпейілділігімен баурай білген азамат. Өзіне берілген міндеттерді дер кезінде орындап, өндірістің сан қилы мәселесін шешуде, реттеуде өрелігі мықты болды. Ол өз мамандығын ерекше қастерлей білген маман. Әйтпесе, бір адамның бойында осыншама қырлардың болуын неден тередік? Білікті маманның еңбегі жеміссіз қалған жоқ. Бірнеше мәрте алғыс хаттармен, медальдармен марапатталды. Осы кәсіпорында ұзақ жыл абыройлы еңбек етіп, 2016 жылы зейнетке шыққан. Қазір мен сарып тұлғасын айтайын деп отырып, тәртіпке тәртіпке ойын ғой. Осылай дәл түсіміз жараса берсін. Жаңа да айтып отыр ғой, қиыншылық болмасын, болса да осылай тойлар болсын. Аяғымыз салып, шаршайып, осылай тойда жүріп, басқа ешқандай қиыншылық көрмейік деп. Рахмет сіздерге көп. Теміртас Мәжитұлымен таныс болғалы анау 65 жылдардан бері қарай. Бала көзім жастық көрмес. Сол кезден бастап танысып, дос болып, араласып өстік. Екеуміз екі жерде оқығанменен жазғы демалыстарда қайтадан бірімізді тауып қосылып аралас жүрдік. Одан кейін енді ер жетіп отан алдындағы борышымызды өтеуге Теміртас анау Кавказға, Армения жеріне кетті. Сөйтіп жүріп, екеуміз екі салада жұмыс жасадық. Сонда да ара қатынасымыз, біріміз жолдастығымыз ажыраған жоқ. Сөйтіп жүріп, келіп, мен үйленгенде менің қасыма Теміртас күйеуқосшы болып берді. Ара жігіміз еш уақытта да ажыраған жоқ. Одан кейін Теміртас үйленгенде Теміртастың қасына мен күйеуқосшы болып бердім. Содан Темірханмен достығымыз жалғасып, енді жанұялық жағдайда араластығымыз, одан кейін балаларымыз өсіп, өніп, ары қарай жалғаса берді. Енді Теміртастың айтатын болсақ, ата-анадан алған тәрбиесі, өзінің мінезінің сондай байсалдылығы, кісімен тіл табысқыштығы, айналасына дос жинай білетін үлкен азаматшылығы оның басындағы ең асыл қасиет еді. Соныменен ары қарай жүріп, енді екеуміз әр салада еңбек етсек те, қай уақытта да біріміз тауып араласып жүрдік. Достығымыз ешқашанда ажыраған емес. Енді қай кезде де Теміртас қай жерде де жүрсе де, жүрген ортасында сыйлы, еңбек еткен жерінде де неше түрлі
жақсы атақтарға, медальдарға, я болмаса дипломдарға ие болып, еңбек еткен жері бағалап жүр. Теміртастың жатқан жері жарық болсын, топырағы торқа болсын. Біздің айтқан дұға тілектеріміз, оқыған дұғаларымыз қабіріне нұр болып келсін дейміз. Қимас достар, сөйтіп аяқ астынан Сұмажалдың әсерінен ажырасып қалдық. Сіз арман декен, ата бекен, таңда құлазып бір ата декен, ой сұраған өкініш орын толмай, жан дүниен құлазып бір жата екен дегендей. Күні кеше арамызда жүрген досымыз Теміртастың өміріне өткеніне, пәниден бақилық болғанына бір жыл толып қалыпты. Теміртас арамызда жүргенде ортаның өте сыйлы азамат еді. Енді жазмыштан озмыш жоқ дегендей, өмірден өткен соң кейінгі қалған артқы жолдасына, кейінгі ұрпақтарына қайғырып, көңіл айта отырып, жатқан жерің жарық, топырағың торқа, иман жолдас болсын дегіміз келеді. Теміртас еңбек еткен жылдарында осы батыс өлкенің мұнайлы Гурьев облысының, Атырау облысының түрлі мұнай кәсіпшіліктеріне еңбек етті. Атап айтар болсақ, Теңізшевройл, Қашаған, Қаламқас кен орындарын итеруде өзінің ерекше орнын таба білді. Соған орай мекеменің өз алдына социалист жарыстың қорытындысы бойынша жекеленген мадақтау қағаздарын алып, енді міне осы достарымды жинап бір басын қосып жіберсін деп отырғанда Алматыдан бізге суық хабар келді. Жанымызға қиын болды жолдасымыздың өмірден өтіп кеткеніне. Қос дей келе отырып, жатқан жерің жарық, топырағың торқа, иман жолдас болсын дегіміз келеді. Иә, күні кеше ғана ортамызда жүрген Теміртас құрдасымыздың өмірден өткеніне сене алмасақ та, тағдыр өмір өз дегенін жасайды. Теміртасты да жоқтағалы мінекей бір жылдың жүзі болды. Ол достарының арасында өте сыйлы, абыройлы, жайдары мінезіменен бәрінің де көңілін тауып жүретін еді. Әсіресе басымыз қосылып жиналғанда, Махамбет шаһарында, Атырауда, Аққыстауда, Жалғансайда барлық достарының дастарханына жиналған кезде сол айналасындағы сыныптастарды, әсіресе құрбы қыздарын сол дастарханнан қалдырмай бәрін көлігімен бірге алып жүретін сондай жайдары мінезді азамат еді. Оның Нарын құмында да белгілі азамат екенін Аққыстау өңірінің жігіттерінен, қыздарынан естуші едік. Ағайын туыстарының арасында да өте сыйлы, абыройлы азамат екеніне көзіміз жетті. Нұрекең айтқандай, мұнай саласында да өте абыройлы қызмет етіп, сол жұмыс орнының ардагері атанды. Кеше өзі толатын 70 жасына орай марапатқа ие болып, кәсіпорынның үлкен сый-сияпатын көрген болатын. Енді міне осы сыныптың кенжесі ретінде 70 жасымды құрдастарыма келіп тойлаймын деп, балаларына қамқорлығы ретінде Алматы шаһарына аттанған еді. Мінекей сол қаралы қаңтарда қаралы хабар келгенде бәрімізде қабырғамыз қайысты. Сол кезде демеу болған сыныптастары, ағайын туыстары, көрші көлем ұжымдастарына ризашылық білдіреміз. Көңіл айта отырып, демеу бола отырып, Алладан сабыр тілеп, мына бір өлең жолдарын арнағымыз келеді. Ақ құрдас, жайдары жарқыраған жүзің қалды, нарын құм жайлаған қырып ізің қалды. Ағайын мен құрдастарға өзім сініп, жылы лебіз әзілдеген сөзің қалды. Қыздарың гүлдеріңе жаның бөлек, мәпелеп мейірімің жаннан мерек. Жан жарың шолпанның да сені жоқтап, жыл болдау көз жасына беріп ерек. Біз сені ұмытпаймыз дұға етіп, сыныптың кенжесі деп еске алып, шарапат шапағатыңмен желеп жебеп, жат қайсың қабіріңде демеуші боп. Әкеміз бос уақытында балық аулағанды ұнататын. Жылдың барлық мезгілінде қолына қармағын алып, жағалауда демалушы еді. Сондай-ақ жылқы малын жақсы көрді. Аққыстау ауылында 15 бас жылқысы болды.
Ол сәйгүліктерді бағып сату үшін емес, ермек үшін өсіретін. Оларға көбіне інісі Нұржан бас көз болды. Әкеміз асыл тұқымды жануарлармен серуендегенді ұнататын. Жылқылардың екпесін, дәрісін, дәрумендерін уақытылы тексеріп, жіті қадағалап тұрушы еді. Теміртас Мәжітұлы өзіне жарасты өмірінде үйде де, түзде де, қызметте де, ағайын туыстың арасында да арна көлеңке түсірмей, жарына адал, қыздары мақтан тұтардай әдемі, сұлу ғұмыр кешті. Екі тал гүлі, Айгүл мен Эльмираға тәрбиенің ең асылын үйретті. Жұбай Шолпанды алтындай ардақтап бағалайтын. Осының бәрі асыл перзенттің бойындағы азаматтық ажардың айқын көрінісі. Тынбай еңбек етті. Қос қызының болашағына қам жасады. Олардың жақсы өмір сүргенін қалады. Адал маңдай термен тапқан табысына пәтер алды. Жеке үйде тұрғызды. Қыздарын ұядан ұшырып, өрісі кеңейді. Күйеу балалары Исатай мен Ерғазыны өз ұлдарындай жақсы көрді. Жыл сайын қатары көбейіп басымыз қосыла қалса, у-шу қылып, дастарханның берекетін алатын әр жиеннің тілегін орындап, қылықтарына жас баладай мәз болып отырушы еді. Айгүлден тараған кіші немересі Әділ нағашы атасының тегін алды. Себебі немересін атамызға ұқсататындығымыз, оның қылықтары мінезі сәйкес келуінде. Көзі тірісінде әкеміз ізін жалғаған жеткіншегінің жетістіктеріне мақтана да қуана қарайтын. Олар бүгінде студент атанып, сонау сұлу қала Алматыға кеткенде жүгірмектерінің алаңсыз, уайымсыз білім алғанын қалады. Аталмыш үлкен шаһардың төрінен пәтер алмақ болған ойы да сол еді. Алайда кенеттен ауырып, ауруханаға түсті. Бүгінгі Перумжан қайныма беріп жатқан жылдық қаделеріңді, оқыған дұғаларыңды бір Алла қабыл еткей. Қайғының соңы қайырлы болғай. Бүгінгі қадеге жиналған жамағаттардың бәрінің де қадамы сауапқа жазылғай. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары енем марқұм екі сүйікті қайнысының бас көтерген ұлдарының атын бадырайтып айтпауымды қалаған еді. Үлкен кісінің сөзін жұқпай, Бамбыдағы қайнысының баласына Победа деп, ал Тұщықұдықтағы Ахамның үлкен баласына Перумжан деп ат қойып едім. Перумжан мінезі жайсаң, өзінен кіші бауырларына қамқор, дос-жаранға сыйлы, кішіпейіл және еңбекте абыройлы, мадақтаулы азамат болды. Атын қатты болғанмен, мінездің жайлы қайным, болып ең дос-жаранға сыйлы дәйім. Балаларың өсіп, қызығын немеренің көрер шақта, кете бардың, көкке ұшып ізім қайым. Ұрпағыңды желеп-жебеп жатқайсың, нұрың шалқып пейіште, жолдас болып иманың. Әке деген қасиетті шәріп. Шәріпте жатыр бірақ күш алып. Қорғанымыз құлап қалып кенеттен, қойды өмір бірақ күнде құсағып. Апарса да қайда тірлік ағыны, денсаулыққа жаның болмас шағымы. Сондықтан да қанша жасқа жетсең де, сен айналаң қайсар жан деп танды. Болғаныңда жанымызда тасқамал, қорғаушысы бар деп білді басқалар. Ендігімді панамыздай көреміз, деген кезде көкірекке жас толар. Сезілгенде қыстың қайта ызғары, қимастықтан жүрегі оның сыздады.
мәңгілікке сарқылмайтын сезіммен анамызда сағынады сіздәлі. Айгүл менен Элмираңыз қос гүлің, жоқ деушедің бізден басқа ешкімің. Өкінішті үніңізді естімеу, сағынғанда телефоннан кешқұрым. Есім алсам кездерді бала күнгі, әділ болдың хақ жарған қара қылды. Жасымыздан сіңіріп тәрбиені бойындағы бергенсің бар ақылды. Жан әке 70 болды жеткен жерің, аз емес жүріп өткен өткелдерің. Атыңды ұлықтауды жалғастырсақ, ақталғаны сол еді төккен тердің. Береке болады екен бір адамда, бірақ та өз қалауын қылады Алла. Өзімізді қоярға жер таппаймыз, жиендерің атасын сұрағанда. Дос бола алатынсың досқа нағыз, көрмедік біз өзіңнен асқанабыз. Қайтқаныңа жыл толып қалды ғой деп, рухыңа дұға қылып еске аламыз. Рахмет әке, қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін. Рахмет әке, ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін. Рахмет әке, әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Туысқанға қарайласу, қиналғанға қол ұшын беру, құдаларын құдайындай сыйлау, кіші белділік, қонақ жайлық. Осы асыл қасиеттердің бәрі әкемізге тән болатын. Тек жанұясына ғана емес, апасынан, іні қарындастарынан да көмегін аяған жоқ. Ол адамгершілігі мол, пейілі қазақ даласындай кең, үлкен жүректі, парасатты жан еді. Алла бойына берген сол жақұтты туған өлкесіне, ондағы қара орман қалың елдің игілігіне сарқа жұмсады. Осындай жақынға жанашыр бауырынан айырылу апасы Гүлғанымға да оңай тимеді. Біз пенде Тәңіріне бағынышты. Бауырымыз көзден бұлбұл ағып ұшты. Қайықтай мұң көңілде тербелумен жыл бойы серік еттік сағынышты. Аулақ еді жеңіл мінез дабырадан. Күш ақыл қайрат берді Тәңір оған. Қаратау қозғалса да қозғалмайтын Мәжіттей әкесінен сабыр алған. Бауырсың аямайтын барын нарын, жоқтығыңа өртенер өзек жалын. Мәңгілік пейіш төрің төсегің боп, жайлансын жұмақ бақтан әзиз жаның. Асқар таудай, арды азаматтың бүкіл өмір жолын шуақ пен ізгілікке, қорғасындай салмақты әрекетке толы еді. Сол адами қасиеттерге ие жан дүниесімен барша ағайынның, көз көргендердің әрдайым жадында қалмақ. Асыл азаматтың тау тұлғасы, жақын бейнесі мәңгілік жүрегімізден өшпейді. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын. Әке.